Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Ташкент шайын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен апельсинді жақсылап жуып, тазалап, құрғатып, видеода көрсетілгендей етіп домалақтап тураймыз. Сонымен қатар лимон қосамыз. Енді шайнегіміздің ішіне корица, мята жапырақтары, көк шай және қара шай саламыз. Дәміне қарай қант және бал қосамыз. Барлық ингредиенттерді салған соң, үстіне қайнатылған су құйып, шайнегіміздің қақпағын жабамыз. Кемінде 5-10 минут шайымызды бұқтырамыз. Осымен біздің Ташкент шайымыз дайын. Шайларыңыз тәтті болсын. Бұл шайдың дәмі керемет әрі айрықша. Міндетті түрде осы шайды демдеуге кеңес беремін. Келесі кездескенше.